Соғыс дегенің бүкіл бұрынғы Совет үкіметінің қолындағы үлкен бір қиын кезеңі болды ғой, жауапты кезеңі. Сол кезде барлық халық, қандай ұлт болса да барлық халық ұмтылып осы жаумен қарсы күресуге әр үлесін қосты. Қаншама біздің азаматтар соғысқа аттанды. Бәрі сол соғыста келмей алғандар бар, келгендер бар, жаралы болып келгендер бар. 80 жылдың ішінде қазір Көкшетауда біреу де қалған жоқ, соғысқа қатынасқандар, өкінішке орай. Қазір енді тылда істеген азаматтар бар. Көкшетау қаласының, Көкшетау өңірінің еңбек сіңірген өте көп. Барлығы жұмыс істеді. Әсіресе Көкшетау қаласында мынау соғыс бастағаннан кейін Украинадан, Россиядан, Белоруссиядан осылар мынау заводтарды, нелерді көшірді. Особенно Подольскіден кешіріп, мына біздің Көкшетауда механический завод салынды. Сол механический завод бір жарты жылдың ішінде мина шығара бастады. Мина шығарып, соларды неге соғысқа майданға жіберіп отырды. Басқа да нәрселерім болды. Қаншама нелері киім тігіп, белай тігіп, жылы киім тігіп, басқа мәселелерін азық-түлік жинап, барлығы солар соғысқа жіберіп отырды. Бұндайлардың үлесі өте күшті болды. Қай жағынан болсын. Сондықтан біздің есте қалды. Еңбек осы ақырын ғана аяғын басқан жастар ғана. Қазіргі мына тылыбектердің ақырғысы 36 жылғы. Сонда соғыс бастаған 5-6 жастағы жігіттер балалар ғой. Солар бәрі жұмыс істеп, қозы бағып, бұзау бағып, қой бағып, өз еңбектерін жастап қаншама жұмыс істеді солар. Міне қазір солар тылыбектер. Сондықтан бүкіл халық бір кісідей жұмылып жұмыс істеп, жеңіске жетуін үлестерін қосты. Аллаға шүкір, ұлы жеңіске өткен ұлы соғыстың ұлы жеңісінде 80 жыл толып отыр. Біз соғыс кезінде туған, соғыстан кейін туған балалар білеміз, әкелеріміз соғыстан келді. Кейбір жолдастарымыз әкелдер соғыстан келмей қалды, бір көзді әкелдер соғыс жетімді балаларымен. Сондықтан қандай қиын болғандықтан білеміз. Өкінішті, Алла сондай балалар, жастар соғыс көрмесін. Тек қана бейбітшілік болып, еліміз, Қазақстанымыз гүлдене беретін.